Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ләззат Әділбекқызы. Бүгін біз ақсақалдар кеңесінің қоғамдағы рөлі, ұлттық құндылықтарды сақтау, қазақ тілінің мәртебесі, жастар тәрбиесі және қонағымыздың шығармашылық жолы туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Рудный қалалық ақсақалдар кеңесінің төрағасы, жергілікті ақын, қара сөз қаламгері, ұлттық құндылықтарды дәріптеп жүрген қоғам қайраткері Жаңбыршы Тілеуғабылов. Жаңбыршы Тұқатұлы, студиямызға қош келдіңіз. Allah razı olsun. Жаңбыршы Тұқатұлы, сіз қазіргі таңда Рудный қалалық ақсақалдар кеңесінің төрағасысыз. Осы ақсақалдар кеңесі қазіргі таңда қандай жұмыспен айналысуда және оның негізгі әу баста құрылған кезде мақсат міндеттері қандай болды? Бұл енді ақсақалдар кеңесін айтпастан бұрын бізде енді өзің білесің Қазақстанның халық ассамблеясы бар ғой. Сол Қазақстанның халық ассамблеясы 1995 жылы ашылды. Содан сол ақырын ашылып, ол институт жұмыс істей бастағаннан кейін, сол енді халыққа әлде де кішкене жақынырақ институттар ашу керек болды. Содан келді де 1922 жылы жаңағы ақпан айында республика көлемінде осы ақсақалдар кеңесі ашылды. 2022 жылдың ақпанында. Содан кейін бір жылдан кейін сол 2023 жылдың сол ақпанында, 19 ақпанда біздің Қостанай облысы бойынша филиал ашылды. Содан 3 айдан кейін біз Рудныйда аштық филиалды. Негізіндегі енді ақсақалдар кеңесінің бірінші міндеті халықаралық кәдімгі кикілжіңдердің жіндердің алдын алу, ұлтаралық татуластықты соны сақтау, сосын жастарды патриоттық тәрбиеге баулу, өзіміздің қазақтың ана тілінің сол дәрежесін көтеру, сондай келелі мәселелермен айналысамыз. Негізінде бұл жақсы бір институт. Сол енді жаңағы 2023 жылы құрылғанда бізге көмектескен, бізге енді осы акиматтан бірінші көмек беріп отыратын ішкі саясат бөлімі. Содан кейін қалалық ардагерлер кеңесі, осы екі ұжым бізге көмек беріп отырады. Сол кісілермен біз ақылдасып отырамыз бүкіл жұмыстың барлығын. Сол жаңағы жиналыста біз 14 адам болып сайландық. Ол 14 адамның ішінде осы қаланың кәдімгі кезіндегі жақсы жұмыс істеген, көзге түскен ардагер тұлғалардан біз жаңағы таңдап Сәлімгерей Сұлтанғазиевич пен Гүлшат Амантаевамен келісіп отырып, әр ұлттан жаңағы өзіміздің сол енді неміз ғой енді құрамымыз, соны сайлап алдық. 14 адам. Оның ішінде орыс та бар, неміс те бар, Әзербайжан да бар, барлық ұлт бар. Теп-тегіс. Біз енді содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Мынау орыс бөлімін басқаратын бізде Заскалько деген бар, Александр Владимирович. Ол кісі өзі тарихшы, жиған тергені көп адам. Екеуміз көбіне бірге жүреміз. Мен қазақ бөлімін басқарам. Енді қазақ мектептерінде болсам, ол кісі орыс мектептерінде болады. Кейде бірге отырамыз екеуміз. Сол жаңағы жастар туралы, ана тілі туралы, ұлттардың, халықтардың достастығы туралы, солар туралы әңгімені қозғаймыз халықтың арасында. Енді өкінішке орай халық болғаннан кейін, ел болғаннан кейін кикілжіңдер болып тұрады. Сосын біз медиация деген бар. Сотқа да барып, соттың алдында да кейбір кикілжіңдерге араласып, олардың да сол оң шешімін табуына көмектесеміз. Жалпы ақсақалдар кеңесі қазіргі таңда бір өзекті мәселелерді шешеді дедіңіз, е? Қандай мәселелерді шештіңіздер осы күнге дейін? Қандай мәселелермен бетпе-бет кездестіңіздер? Біздің енді негізгі осы жылғы біздің негізгі бағдарламамыздың бірі адал азамат. Адал азамат бағдарламасын біз осы Рудныйдың біраз мектептерін аралап өттік. Заскалько мен екеуміз. Глейзер деген кісілер бар. Тағылар аралап өттік. Енді бұлар енді біздің негізгі мақсатымыз әрине біз жаңағы айтқандай, біріншіден халықтар достастығын сақтау, екіншіден жастардың тәрбиесі. Өкінішке орай жастардың соңғы уақыттарда көп нәрсеге қынжыламыз енді. Көшеде келе жатқан уақытында көше тәрбиесі деген өте ақсап тұрады.
Енді мен мысалы ата-аналар, жаңағы мұғалімдер жұмыс істемейді деп айта алмаймын. Олар өздерінің әлінше жұмыс істеп жатыр. Ата-аналар да, мұғалімдер де, ұстаздар да. Бірақ ең бір өкініштісі сол қазіргі біздің кішкентай бүлдіршіндерімізден бастап өсіп келе жатқан жас балдырғандарымыздың барлығын жаңағы тәрбиелеп отырған ол ата-аналар да емес, ұстаздар да емес, мынау қара телефон. Осыған тыйым салу керек. Үкімет тарапынан бір үлкен бір шешім болса, осыны қолдануға бір азғантай бір уақыттарын ғана қолданатындай балаларға. Таңертең кешке шейін менің немерелерім бар, басқаларды білмеймін ғой, менің немерелерім бар. Мынаны қолынан тастамайды. Қолынан жұлып алсаң, бақырып шулайды. Содан кейін мен жұлып алғанмен бәрібір ана кішкентай келіндер басқалар қайтадан апарып береді. Ана әйтеуір бала жыламау керек. Мұның зияны бар. Мен айтамын, онда балаларды кәдімгі қазақи тілмен сөйлеп үйрету керек. Олардың тілі шығу керек. Мынаны қараған балада тіл болмайды. Мынаған қарайды отырады, сақау адам сияқты өзі сөйлемейді ғой өйткені. Сондықтан енді осы адал азамат бағдарламасын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Ал енді Мағжан сенген жастар туралы өзіңіз айтып өттіңіз, е? Енді осы жастармен ақсақалдар кеңесі қандай жұмыстарды атқарады? Қандай жұмыстар жүргізесіздер жастармен? Енді ол енді жастармен жүргізгенде мысалы әрбір мектептерге барамыз ғой. Сонда енді негізгі біздің жасайтын жұмысымыз тәрбиелік жұмыс қой. Жастардың тәрбиесіне көп көңіл береміз. Әсіресе жаңа өзің айтқандай қыздардың тәрбиесіне көп көңіл бөлеміз. Сосын мына тіл жағына қарай көп көңіл бөлеміз. Солардың барлығын айтып отырамыз енді. Қазақтың ұлы мен қыздары қазақи бір өзінің салт санасын, әдет ғұрпын бойында сақтаса екен, елдің ел өрісі, халықтың қалаулысы болып өссе екен, парасатты, пайымды адам болып өссе екен деген тілектермен біз жұмыс жүргіземіз. Енді алдымызға кейде 100 бала, кейде 50 баланы алып келеді. Айтып отырасың қазақтың құндылықтарын, салт санасын, билерін, хандарын, олар кешегі қазақтың зиялылары туралы, олар кім болды, соның бәрін айтып отырасың ғой. Сонда ана отырған 50 шақты баланың ішінде бізді тыңдайтын 4-5 ғана отырады. Қазақтың табан тірер несі, рухани азығы өзіміздің қазақ тілі. Сол қазақ тілінде сөйлейтін адамдар көп болса екен, қазақтың тілін ардақтаса екен. Енді Шерхан Мұртаза айтқандай, тілі бар халық халық, тілі жоқ халық балық деп айтты ғой осы. Ақсақалдар кеңесінің негізгі бағыты сол ұлттық құндылықтарды сақтау. Оның ішінде өзіміздің ана тілімізді дәріптеу. Сосын жаңағы ұл қыздарымыздың өздерін ұстау. Сондықтан сол ақсақалдар кеңесінің негізгі жұмысы жастарды патриоттық тәрбиелеу. Отан сүйгіштік дейді ғой енді. Отан сүйгіштікке тәрбиелейміз. Аман болса екен, осы елдің ел өрісі, халықтың қалаулысы болып, қазағымның көк туын жоғары көтеріп жүретін ұл қыздар болып өссе екен деген тілекпен жүреміз. Жалпы менің білуімше сіз тағы да қара сөз қаламгері деп атайды сізді, иә? Жалпы осы шығармашылыққа бет бұруыңызға не себеп болды және бұл шығармашылыққа қашан келдіңіз? Иә, енді бұнда қазақта бір сөз бар, Ләззат. Тектіден текті туады, тектілік тұқым болады дейді. Тегінде бекзадалығы бар, өзгеден биік тұрады дейді. Менің мынау өлеңге келуім, қара сөзге келуім, енді біздің ұлы нағашымыз Төле би деген кісіні білесің ғой. Төле би деген кісі біздің ұлы нағашымыз. Төле бидің қызы Жасқана деген кісіден менің 4 адам туады. Жұмағұл Ақмолай Меңіс Барақ деген. Сол енді сөзге жақындығымыз біздің сол жақтан да, нағашы жұртымыздан да бар ма деп ойлаймын. Одан бері енді өзіміздің атамыз кешегі Шақшақ Жәнібек тарихта аты қалған. Сол Шақшақ Жәнібектің жанында Қарауылбан Жанұзақ деген кісі болған, менің тікелей атам. Бұл кісілер сол қара сөздің зергері болған. Сөйлеп тұрған уақытында кәдімгі аузынан лық-лық жақсы сөздер шығып жатады екен. Сонымен енді екі жақтан да бар деп ойлаймын. Сосын мынау өскен орта,
Мен енді торғайда туғаныммен мен 8 айымда Наурызымға алып келіпті. Наурызымда Суыл деген бір бөлімшеде өстік. Сол Суылдың басынан аяғына шейін адамдардың барлығы шежіреге жақын, өлеңге жақын сондай бір орта болды. Сақан деген ағамыз болды, Доспаев. Совет Мұхановтармен Советский партия институтында бірге оқыған. Әлгі кісі қара сөздің зергері болды. Әрі ақын болды. Сол кісіге біз еліктеп өстік. Мен 13 жасымда өлең жаздым. Оны жазғаным өзімнің жаңағы туған шешем емес, енді асыраған шешемнің бауырындамын. Асыраған шешем қатты ауырды, әкем екеуі. Соны енді маған жаңағы шөкен дейді, туған шешемді шақыру керек болды. Соны хат жаз деді шешем. Сонда ең бірінші мен 13 жасымда жазған өлеңім бар. Таздар бай болдың қызысың сен шөкен деген, таздарға көп қонақ боп мекен деген. Жолдайдан жаңбырының шақырғанда болмасын үй ішінде қабақ кірбең деп келеді жаңа өлең. Соны оқып отырғанда ана жақтағы менің енді сүйек туыстарым ғой. Ақыбай деген кісі айтады дейді. Ай, мынау Төлебиге тартайын деп тұрған тартайын деп тұр екен деп айтты дейді. Сол сияқты ғой, енді орта адамды тәрбиелейді. Сөйтіп сол орта әкенің шешенің берген тәрбиесінің арқасында осы өлеңге, жаңа қара сөзге мен жақын болдым. Сосын мектеп қой енді. Мына Наурыздың мектебінде 2 мұғалім болды. Біреуін сен көрмеген шығарсың, мына Қостанайда облыстық имам болды, Ертай деген азамат. Соның әкесі Ислам Балахметов деген кісі бізге сабақ берді. Оралда жаңағы қазақ тілі әдебиет факультетін бітірген кісі. Сөзге енді ғаламат адам болды, жүйрік болды, жорға. Енді қазақша айтқанда ауыз жепті, аяқ желді, айыр көрмей жез таңдайлардың барлығымен айтысқанда, ана кісі барлығында сол тоқтатып өзінің айтқан дәлелдеп отыратын кісі еді. Сол кісі көп осы мына әдебиетке келуге маған көп ықпал жасады деп ойлаймын. Менің немді байқады, жаңағы осы менің әдебиетке жақындығымды байқады да, сол керек кітаптарды сол кісі маған беріп отырды. Абай жолы деген кітапты мен сол кісі арқылы оқыдым ең бірінші. Жаңағы 10 класста шығарма келгенде Құдайдың құдіретімен жаңағы әдейі істедім ана кісі Ислам Балахметов қазақ тілі әдебиетінен шығарма жазуға келгенде маған Абай жолы деген тақырып келді. Мен соны 28 ауызбен өлеңмен жаздым. Соған ырза болып, жаңағы кісі Ислам деген кісі менің әкеме келді. Мынау баланы өзім алып барайын. Алматыда да туыстарым бар, Оралда да туыстарым бар, достарым бар. Бұл бала журналист болу керек. Әдебиет танушы болу керек. Әкеміз бірақ айтатын кісі еді. Сол кезде мен өлең айтып та жүрдім. Домбыра, гитара үйренген кезім. Жаспыз ғой енді. Әкем айтты, жоқ, біздің балдар малдың оқуын оқиды деді. Бітті. Мен сонымен қазақша айтқанда оқыды ветврач, орысша айтқанда ветврач, қазақша айтқанда енді мал дәрігері болып шыға келдім. Жалпы негізінде жаңа шығармалар туралы айттық. Енді өзіңіз қандай тақырыпта көбінесе шығармаларды оқисыз және қалам тербетесіз? Қандай тақырыпта? Әлеуметтік тақырып па? Енді әрине көбіне әлеуметтік тақырыптарды нетеміз, жазамыз. Мен енді қазақтың тілі туралы көп қазақ тіліне қарай көбірек ауыса беремін. Бұл жерде бір өлеңім бар, соны оқып берейін. Тіл туралы. Асқар таулар еңкеймес дейді. Уақыт тұрмас іркіліп, жазмыс жүрмес жетекке, биіктен сырғып ғұмырың түседі бір күн етекке. Басыңнан талай іс өтер, бұлқынып кейде аймалап, мәңгілік десең ол бекер, ғұмырың сенің тайғанақ. Сиқырлы талай сызық бар, сүрінбей өтпес еш адам, төзімдіге бақыттан сыйлаған сыйын жаратқан. Тіл ғылымның нақ кілті, білімнен алған өрнегін, ұстаз оның әз құлпы ашқанда шашар көркемін. Көңілге алтын тең келмес,
болмасаң сен мерейлі асқар таулар еңкеймес, торқалы болса жереңді, жарқын болсын мереке, елімде болсын береке, ана тілім өркендеп түспесін ешбір көлеңке дейді. Осы енді ана тіл туралы жазамыз. Жаңағы өзің айтып отырған қазақтың салт санасы, әдет ғұрып туралы жазғанды жақсы көремін. Мен қазір ауыл партиясындамын. Енді біз жаңағы үкіметте жүргенде Аманат партиясында болдық. Сосын енді зейнеткерлікке шыққаннан кейін өзі ауылды аңсап, ауылдың жағдайын жырын жырлап жүргеннен кейін ауыл партиясына барып кірдік. Ауыл партиясы қазір көп жұмыстар істеп жатыр. Иә, өте көп жұмыстар істейді. Бізді жиі жинайды бізді. Сосын әрқайсымыз, енді мен ауыл шаруашылығында жұмыс істеген адам, мен сияқтылар көп. Әркім өзінің жаңағы өмірден түйгендерін ортаға салады. Не істеу керек, не қою керек. Енді олар сол жоғарыға жеткізуші ғой, біздің ой пікірімізді. Сонымен қазір енді ауыл жаман емес, Құдайға шүкір. Ақырын есін жинап келе жатыр. Сол енді сырттан келген өзіміздің қандастарымыздың көбін қайтадан көшкен адамдардың барлығын ауылға қайтадан апару үшін ауылдың жағдайын көтеру керек. Ол ауылдың мектептер, қаладағы мектептерден кем болмау керек. Әрине. Онда да барлық интернет, барлық ненің бәрі істеп тұратын болса, сосын сонда ауыл қайтадан көркейер еді. Құрметті Жаңбыршы Тұқатұлы, көп рахмет. Біздің көрермендерімізге өзіңіздің салт сананы жаңғыртатын әңгімелеріңізді айтып, бізбен бөлісіп, жақсы тілек тілеп, өзіңіз жайлы айтып бергеніңізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс, денсаулық ең бастысы тілейтініміз. Және де әрдайым ортамызда осылай тіл жанашыры, ел жанашыры болып жүре беріңіз. Иә, Алла жақсылығын берсін, қыдырларыңыз қияласын, періштелерің ұяласын, Құдайымыз бере берсін, айтқанымыз келе берсін.